Қазақстанда туризмді дамытуды қолға алу кезеңі басталды. Еліміз құс сайраған нулы өлкелері мен қарасан көз тоймас табиғаты тамаша жерлерін әлемге таныту мақсатында іс-шараларын санын арттырудың мәні зор екенін біліп отыр. Мысалы, мына өздеріңіз көріп отырған Алатаудың баурайында қандай табиғат тамаша көрікті жерлерді көзіміз шалады. Туған жердің төл табиғатын тамашалап қарай тұрып, шіркін бір жердің жанатыма деп қаласың. Туған жер тауыңдастық, тасыңдастық деп кенен ақын жырлағандай, туған жерге не жетсін шіркін. Қазақстанда мұндай тамаша табиғаты бар жерлер жетеді. Ел туризмін еске алған кезде осындай табиғаты керемет жерлерімізді еріксіз еске аласың. Бүгінде барымызды бағалап, жоғымызды түгендейтін уақыт келді. Сондай-ақ шөлейт жерлерімізді жасыл алқаптарға айналдыру аясында мемлекет бірталай бағдарламалар қабылдап іске асырылу үстінде. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Астана маңын жасыл орманға айналдырудағы арманы бүгінгі күні толықтай орындалды. Пайғамбарымыздың хадисінде үй тұрғыз, бала шағалы бол, ағаш отырғыз деген болса, ағаш отырғызып, айналаны көгілдірудың мәні қаншалықты екенін біліп отырмыз. Астанадан 15 шақырым жерде орналасқан жасыл орман бүгінгі күні қалаға көрік беріп тұрған табиғат тамаша жер болып саналады. Ел президентінің қолдауымен қолдан жасалған бұл орман біріншіден қалаға соққан шаң тозаңға тосқауыл болса, екіншіден қалаға салқын таза ауа беріп тұр. Жуырда елбасы осы бір өзінің тікелей қамқорлығымен жасалынған жасыл орманға барып аралап қайтты. 1997 жылдан бастап Астана төңірегінде 55 мың гектар жерге орман егілді. Көпшілігі әрине шықты, оның ішінде қиналып өспей қалған жерлері бар. Дегенменен бұрын соңды еш уақытта болмаған бұл қаланың төңірегінде орман. Орман мінекей 2000 жылдан 10 жылдың ішінде өскен ағаштардың түрі мынандай. Енді ішінде эко-жүйе жасау үшін мінекей жәндіктерді жіберіп жатырмыз. Қырғауылды, еліктерді, қоян мен түлкі өзінше, сондықтан орман ағаш та болу керек. Оның ішінде жидекті ағаштар да бар. Жидек теріп өсірген елдер осының ішінен алып жүр. Енді ішінде мынандай табиғаттағы жәндіктер де болатын болады. Мына жерге Астананың халқы келіп, велосипедпенен ары-бері жүретін жерлері бар, демалатын жерлері бар. Елбасының келуіне қатысты бұл жерде қызықты бір оқиға көрініс алды. Мемлекет басшысының көзінше орманға бостандыққа жабық жәшікпен әкелінген 5 қарақұйрық және 50 қырғауыл жіберілді. Тор ішінен бостандыққа тулап шыққан аңқұстар қалың тоғайға ентелей кіріп сіңіп жоқ болды. Қаланың жасыл белдеуіне жіберілген аңқұстар әзірге сынақ ретінде жіберіліп отыр. Бүгінгі күні осы Астанамыздағы жайқалған жасыл орманын қорғау, ондағы жасыл желіктерге күтім жасау, зиянкестермен күрес жүргізу үшін Астана орманы кәсіпорны құрылған. Өткен жылдан бері бұл кәсіпорын құстар мен жануарларды көбейтуге бағытталған ғылыми тәжірибелік іс-шараларды кеңінен жүзеге асыра бастаған болатын. Осы мақсатта құстарды ұстап тұруға арналған арнайы вольерлер тұрғызылған. Ол жерде 105 қырғауыл өсіріліп жатыр. Сол жерден бүгінде 250 балапан өмірге келіпті. Жасыл орманды аралаған елбасы осыдан 10 жыл бұрын отырғызылған алғашқы ағаштар ұшар биікке бой созып 20 метрге жетіп қалды. Мұнда жидектердің үлкен көлемі бар, саңырауқұлақтар да шығуда. Осылайша флораны біз жасадық, енді біз фаунаны жасауымыз керек деп пікірін білдірді. Елбасы орман алқабында астаналықтардың велосипедпен келіп демалатын орындары да қарастырылғанына назар аударды. Расымен де аз уақыт арасында қала маңы өзгеріп сала берген. Астананың жасыл белдеу аумағында ұзындығы 2 шақырымды құрайтын велосипед жолы салынған. Болашақта бұл жол 12 шақырымға ұзартылмақ. Есік жерінен алтын адам табылғалы бері бұл аймақ Қазақстанның құнды қорық өлкесіне айналғаны мәлім. Елбасының бастамасымен жүзеге асырылып жатқан мәдени мұра бағдарламасы аясында құрылған Есік тарихи мәдени қорық мұражайының ресми ашылуы жуырда салтанатты түрде болып өтті. Қоғамдық кеңестің көшпелі отырысында көптеген өзекті мәселелер талқыға түсті.
Есік тарихи мәдени қорық мұражайының ресми ашылу салтанатында Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаев, Алматы облысы әкімінің орынбасары Серік Нұрғисаев, мәдениет вице-министрі Телебаев, туризм және спорт вице-министрі Шенгелбаев, қоғамдық кеңес мүшелері және де халыққа белгілі зиялы қауым өкілдері қатысып, өз пікірлерін ортаға салды. Бүгінгі қоғамдық отырыста нақты мәселелер қарастырылды. Енді осы мына қорық мұражайдың ары қарай дамуына байланысты, енді осы қорық мұражайдың қазір енді алып отырған территориясы 6 гектардай, бірақ негізгі біздің жоба бойынша бұл енді 63 гектарды қамту керек. Енді кезінде кейбір жерлер енді арендаға беріліп кеткен, кейбір жерлер сатылып кеткен. Сол мәселені біз қалай енді осы қорық мұражайға қайтарамыз, заңды жолмен. Соны қарастырдық. Содан кейін енді екінші үлкен қарастырылған мәселе, ол енді мына елбасының тапсырмасымен салынған қорық мұражайды мәдени туризм ошағына айландыру мәселесінде бүгін талқылап, нақты туризм және спорт министрлігінің ұсыныстарын тыңдадық. Осы облыстың әкімшілігінің ұсыныстарын тыңдап, осы нақты сондай бір шешімдерді қарастырып жатырмыз. Енді бұдан басқа енді осы қорық мұражайға да ары қарай да енді экспонаттармен толтыруымыз керек. Енді экспонаттардың енді бұл басы ғана. Осыған байланысты басқа музейлерден экспонаттарды алу, басқа бір енді табылып жатқан экспонаттарды осында орналастыру мәселесін де қарастырдық. Жалпы енді осы қорық мұражайымыз бұйырса бұл енді мәдени туризмнің, ғылымның, осындай жастардың келетін бір орталығына айналады деп сөйтіп жұмысты ары қарай жалғастырамыз деп сондай бір шешімдерді бүгін қарастырдық. Есік мемлекеттік қорық мұражайының Қазақстанның туризм саласын дамытуына өз үлесін қосатын орын деп есептеген орынды. Мәдени туризмді насихаттаудың маңызы келешек ұрпақ үшін ерекше. Өйткені жас ұрпақ тарихымыздың құнды жәдігерлерін бойына сіңіріп, танысып өсуі қоғамымыз үшін де айрықша болып отыр. Әсіресе археологиялық ескерткіштердің өткеніміздің құпиясын ашатын үлкен бір тарихи мәлімет екені рас. Енді жалпы археологиялық ескерткіштер мен мәдени мұрамыздың ұрпаққа жақынырақ таныстыруда, көрсетуде үлкен мақсат етіп жүрген Бекен атамыз бұл тарихи орынға келген халық ата-бабаларымыздың мұрасымен танысуына үлкен жол ашылады деп есептейді. Бұл келген жандар музейге емес, бабаларының басына келген жандар. Мына сыртта Атасақ бабамыз жатқан зираттары тұр. Оның аржағында Ақорда, Ақпатшаның Ақордасы, оның қасында зиялы қауымның қаласы бәрі осы жерде тұнып тұр. Мен осында келген адамдар туристік емес, көруге, тамашалауға емес, бабаларының басына келгендей, тәуетуге келгендей. Сондықтан менің ниеттеріңіз қабыл болсынымның жөні осы. Бұл үлкен нәрсе, Асқар тау бар ғой, үлкен нәрсе, оның бауырлан көрінбейді, қасынан көрінбейді. Асқар тау алыстаған сайын ашық көріне береді. Мына істе сондай. Бірінші, мынау біз археология дейміз, ғылым дейміз, археология ескерткіш дейміз. Олар ресми, ғылыми термин. Ал оның түп мәні атамұра. Осы атамұраларды біз неше жылдар бойы тек ғылым үшін пайдаланып келдік. Археологтар шығады экспедициясына, қазады, зерттейді, архивті тазалайды, көмекте тайып тұрады. Диссертация жазады, статья жазады, мақала жазады. Оны кім біліп жатыр, кім көріп жатыр. Сонымен қысқасы, осы уақытқа шейін мынандай болған. Атамұра бір бөлек, көзі түрі 3 мұрагер бір бөлек. Көзі түрі 3 мұрагері бар осы мұралардың. Ал мұрагерлері білмейді. Атты өлімде yazғандай мамандар ғана пайдаланып жүреді. Соның бірі мына мен болған. Ал енді мәдени мұраның түпкі мәні сол атамұраға қазіргі көзі түрі 3 ұрпақты алып келіп көрсету. Тек ғылым үшін емес, тек білім үшін, мәдениет үшін, туризм үшін. Ең нағысы рухани, өзіңді өзің рухани байлығыңды содан от алып, ол анық. Содан атамұраңды көріп, байырғы ата-бабаңның кешеге қайтыс болған баланың басына барып тұрасың ғой, бұл да сол сияқты. Соның басына барып рух алу. Оның мәні, мәдени мұра дейтін бағдарламаның үлкен бағдарламаның мәні осы.
өздерің естеріңде болар, күні кеше ғана егемендік ала сала біз кімді іздедік? Әрқайсымыз өзіміздің аты өскен моласын таппаған бабаларымыздың моласын іздедік. Таптық, басына күмбез тұрғыздық. Әрқайсымыз осыдан бастадық. Ал біздің елбасы неден бастады? Байырғы Атамұрадан бастады. Білесіңдер ғой, біздің мынау алтын адам деп жүргеніміз ол патшазада ғой. Патшаның басындағы бас киімді тәжі дейді. біздің ел таңбамызда сол тәжіден тәбәрік бар. Яғни біздің мемлекеттігіміз баяғы ата бабалардан, яғни 2500 бұрын басталды деген сөз. Бүгінгі іс-шараға қатысушылар Есік тарихи-мәдени қорық мұражайының экспозициясын аралап көріп, үлкен әсер алды. Әсіресе Қарағанды облысы Қарқаралы аудандағы Талдек обасын зерттеу кезінде табылған археологиялық олжалар көрерменнің көзайымы болды. Мәдени мұрасы бағдарламасы аясындағы қоғамдық кеңестің отырысына жиналып отырмыз. Осы отырыс аясында Есік мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайын ресми ашылу рәсімі өтеді. Есік мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайының негізгі объектілері бұл Есік қаласының маңында орналасқан 80-ге жуық патшалар обасы деп аталатын қорғандар кешені. Қазіргі таңда осы 6 гектар жерді Есік мемлекеттік қорық мұражайына ресми берілген. Осы жерге қорық мұражайдың ғимараты салынған. Бұл ғимараттың 2 залы экспозицияға берілген. Сақтардың мәдениеті мен тарихына арналған. Екінші экспозиция бұл алтын адамға арналған. Мәжілісте қорық мұражайының алдағы уақытта даму жолдары және сақ мәдениетін зерттеу мәселелері де талқыланды. Сөйлеушілер жаңадан ашылып отырған Есік қорық мұражайының халықтың игілігіне жарату, бұл жерге туристерді көптеп тарту, жастардың осы мұражайдың мысалында елжандылыққа, отаншылдыққа тәрбиелеу жайында мәселелер қозғады. Көшпелі отырыстың ресми ашылу бөлімінде Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі басшысының орынбасары, мәдени мұра бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі қоғамдық кеңестің төрағасы Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев елімізде Есік қорғандарының алар орны ерекше екенін айтып өтіп, ендігі мақсат айтулы мұражайды мәдени туризмге айналдыру керектігіне тоқталды. Біздің мақсатымыз осы қорық мұражайдың ішін экспонаттармен, ұлттық мұрамыздың інжу маржандармен толтыру, бір жағынан, екінші жағынан осы қорық мұражайды мәдени туризм ошағына айландыру. Осы мәселелерді талқылау үшін біз осы жерге өзіміздің қоғамдық кеңестің көшпелі отырысын өткізуге келіп отырмыз. Осы мәселелерді бүгін талқылаймыз. Осы керемет ғимаратты қорық мұражайды салған Мәдениет министрлігіне мен президенттің әкімшілігі атынан, сіздердің барлықтарыңыздың атынан үлкен алғысымды білдіремін. Осы қорық мұражайды салуға тікелей қатысқан осы қорық мұражайдың ұжымына үлкен алғысымызды білдіреміз. Еліміздің тәуелсіздік алғанына 20 жыл толуына орай мәдени мұра бағдарламасы аясында қол жеткізіп отқан жетістіктеріміз жетерлік. Бүгінгі мұражай ішіндегі құнды жәдігерлердің бәрі өзінің тарихи орны бар. Осы мұражай үшін аралаған халық әсіресе сақ патшасының Қарағанды өңірінен табылған салтанатты киімдеріне аса назар аударды. Ең соңғы археологиялық жаңалықтардың біреуі Қазақстан жеріндегі мәдени мұра бағдарламасының аясында ашылған соны деректердің біреуі бұл соңғы жазда, яғни 2013 жылдың жазында Қарағанды облысы Қарқаралы жерінде ашылған талды сақ патшаларының қорымы болатын зерттеуден өткен. Зерттеу барысында бұның шет жағасы көрерменге белгілі болу керек. Зерттеу барысында сол сақ патшаларының қорымдары ашылып, соның ішінен біздің эрамызға дейінгі 7-ші ғасырмен мерзімделетін сақ патшаларының салтанатты киімдерінің әшекейлері табылған болады. Атап айтқанда 200-ге жуық алтын бұйымдар,
одан тыс 22 мың ұсақ түйіршік жер altында табылған болатын. Міне осыны біз бүгін Есік жұртшылығының алдына көрме ретінде көруге, тамашалауға алып келдік. Археология институтының бір топ мамандары бармыз. Директорымыз бастаған жастар бар деген сияқты, сол қорымды зерттеуге қатысқан жастар келіп отыр осында. Жан жаққа өз деңгейлерінің әңгімелерін айтып отыр, баяндамалар болады түстен кейін деген сияқты. Енді бұл талдыдан шыққан сақ патшасының дүниелерінің, мұраларының Есік жеріне келуінің өзі үлкен тұнып тұрған символика ғой. Өткен есімізде олар сонау 1969-70 жылы ғұлама ғалым Кемел Ақышевтың басқаруымен енді ол кісінің оң қолы осы қазіргі Есік мұражайының аға ғылыми қызметкері Бекен Нұрмұхамбетов ағамыз бар. Сол кісі екеуі бірігіп осы Есіктің түбінен әйгілі алтын адамды ашқан болатын. Демек, Есік алтын адамы біздің көне мұраларымыздың, әсіресе сақ дәуірінен келген асыл мұраларымыздың енді маңдайалдысы болды сол жылдары. Содан басталды, Есіктен басталды. Сақ зерттеу мәселесі, мен айтар едім, енді оның алдында да ірі ғылыми ізденістер, кітаптар шықты. Бірақ біздің ата сақ бабаларымызға нақты бұрылуымыз осы Есіктен басталған болатын. Демек, былай қарасаңыз, осы Есік мұражайының өзі Қазақстан археологтарының сақ зерттеу мәселесінің айнасы болады. Есік мұражайы бұдан былай енді бүгін ашылып отыр, бұдан былай жылдан жылға, ғасырдан ғасырға, енді мәңгі бұл біздің осы алтын адамның символы болады Есік мұражайының өзі. Сол алтын адам ашылғаннан кейін барып, Есіктің аты шартарапқа шыққан болатын. Сол алтын адам ашылғаннан кейін барып, міне түбінде осы мұражайдың ашылуына жеттік біз. Сондықтан осындай археология институтында ұсыныс түскенде біз қуана келістік. Әрине, алтын адамы біздің маңдай алды алғашқы тырнақ алдымыз болса, көрдіңіз бе, сонда біздің ұлы сақ бабаларымыздың мәдениетінің, өнерінің әлі ашылмай жатқан ғажап үлгілер бар екенін біз жыл сайын дәлелдеп отырмыз. Соның біреуі осы орталық Қазақстан жерінен, Қарқаралы жерінен шыққан соңғы алтын адамды айтайық қазір енді әзірше. Міне сол өзінің енді Есіктегі өз секілді бұйымдармен қауышып жатыр. Соның өзі бұл тұнып тұрған таза символика, бұл дәстүр, бұл ғұрып. Есіктегі алтын адамды тапқан Бекен атамыз келуші халыққа мұражай үшін қызықты әрі әсерлі етіп таныстырып жатыр. Өмірде көргенімен түйгені көп көнегөз қария, бұл орын болашақта туризмнің түп қазығы болатынына нық сенімде. Туризм түп қазығы біздің көрсететін, елді тартатын, елді қызықтыратын біздің түп тарихымыз, ата тарихымыз, ол ғажап, оны әлем, ғылыми әлем әлдеқайда таныған. Ал көпшілік ғылыми әлем таныған, ал көпшілік, шетелдің көпшілігі оны білмейді. Анан ол бір көрсе, қайта келе беру даусыз, о жағынан ешқандай күмән келтіруге болмайды. Түпкі мәні біз үшін ата мұра. Олардың бәрі бөтен емес, кеше ғасырлар бұрын өткен бабаларымыздан қалған мұра. Бұл бір. Екінші, енді осы мұраны көптен бері археолог ғалымдар зерттеп келе жатыр ғой. Бірақ олар ғылым үшін пайдаланады. Ата мұраны, археология ескерткішті ғылым үшін. Ал оның басқа да мәндері толып жатыр. Білім үшін, мәдениет үшін, туризм үшін толып жатыр. Бірақ ол жағы кейін қалып қалған. Ал енді мына біздің мәдени мұра, ұлттық стратегия бағдарламаның түпкі мәні ата мұраны тек ғылым үшін ғана емес, оны толыққанды, жан-жақты пайдалану. Яғни археология ескерткішті бүгінгі көзі тірі үш ұрпақтарына көздеріне көрсетіп, яғни олар өздері соның басына келу керек. Олар қайтадан оқыватсын ғылыми әдебиетті. Сондықтан әр ескерткішті қазып, зерттеп, қайтадан көміп тастамай, аршып, оның басына бүгінгі тірі жүрген үш ұрпақ мұрагерлер келіп көруге жағдай жасау. Мен ата мұраның, мәдени мұраның түпкі мәні осы. Міне, мұның бір сатысы осы, мына біздің бүгінгі ресми ашылып жатқан қорық мұражайымыздың да түпкі мақсаты осы. Осы жерде жылжымайтын, мына біз тұрған жер жылжымалы.
мұралардың тұрған жері. Ал мына ғимараттан сырт жылжымайтын мұралар толып отыр. Олар жерлеу жоралары, ата сақпалардың қалған қалалары, зиялы қауымның қаласы Ақордаға дейін бар. Ендігі мақсат соларды аршып, тазалап, соның ішіне жұртшылықты кіргізу. Мысалы біз үшін, біздің қанымыз бұлардың басына тәу етуге келеді. Олар шетелден алыстан келгендер туризм ретінде келсін. Яғни бұл бабалардың басына келу деген сөз. Бұның үлкен мәні бар. Сонымен Есік мемлекеттік тарихи қорық мұражайының ашылуында осындай өзекті ойлар айтылды. Расымен де еліміздегі туризмнің дамуына осы өлкенің қосар үлесі зор екенін жақсы білеміз. Бұл жерге келуші халық жоғарыда Бекен атамыз айтқандай, ата-бабалардың басына барып қайтқандай, тарихымыздың терең мәдени мұраларымен қауышатынында дау жоқ. Қазақстан Европаның кіндігінде орналасқан дамып келе жатқан жас мемлекеттің бірі болып саналғандықтан елімізге келуші туристер саны күн санап арта түсуде. Бүгінгі күні Европа халқы Қазақстан жеріне еліне ерекше назар аударып отыр. Оның басты бір себебі елбасымыздың жүргізіп отырған салиқалы саясаты екені даусыз. Қазақстан туризмі болашақта әлем халқын өзіне қызықтыра білетін мемлекеттің деген пікірлер айтыла бастауда. Дегенмен де туризм саласындағы инфрақұрылымды жақсарту нұр үстіне нұр болмақ еді. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болашақ бағдарламасының түлегі Швейцария, Малайзияда туризм саласында білімін жетілдіріп келген білікті маман, Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистранты Ағнұр Күнтай туризм жайлы, ел туризм жайлы өз пікірін былай деп сабақтайды. Қазақстанда туризмді дамыту үшін барлық жағдайлар бар. Барлық мүмкіндіктер және табиғи қолайлы жағдайларда жеткілікті. Бірақ оны дамыту үшін бізде мамандар кішкене жеткілмейді. Сол себептен мен осы мамандықты таңдап, ары қарай білімді дамыту үшін Швейцариядағы Цезаридис университетінде білім алуға бел будым. Соны бітіріп келгеннен кейін қазіргі күнде біз көптеген жобаларды бастаудамыз. Солардың бірі осы Қазақстандағы ішкі туризмді дамыту. Себебі шетелде көптеген туроператорлар және де шетелдік туристер Қазақстанға үлкен қызығушылығын білдіруде. Бірақ олар жай ғана Қазақстанға келіп қоймайды, оларға жоғарғы сапалы қызмет көрсету керек. Ол және де қонақ үйлер жеткілікті болу керек. Оларға виза алу мүмкіндіктерін кішкене жеңілдету керек. Осы жақтардың барлығын түзілу үшін біз кішкене қазір онлайн жарнамаға көштік. Яғни кез келген шетел азаматы онлайн түрде Қазақстанға іс-сапарды өзі брондай алады. Немесе ол Қазақстандағы туристік операторлармен байланысып, солар арқылы өздеріне осындай саяхаттар брондайды. Біз өзіміздің тарапынан қазір не істеп жатырмыз. Осы жақын арада ақш-тан келген бір топ студенттерді Қазақстанды көрсету үшін көптеген экскурсиялық жорықтар ұйымдастырдық оларға арнап. Олар әсіресе біздің ең көрнекті жерлеріміз, қай жерлерге қызығады дейтін болсақ, ол біріншіден Шарын шатқалы, және де Үлкен Алматы көлі, Медеу, Шымбұлақ, осы Исік көлдері, Түрген сарқырмалары, және де Бархан
шөл даласы, осы жерлердің барлығын көруге тырысады. Біз оларды күтіп алу, шығарып салу рәсімдерін және де арнайы ағылшын тілінде сөйлейтін гидтармен қамтамасыз етеміз. Оларға жылдам және де жоғарғы сапалы сервис көрсетуге тырысамыз. Енді сен тәжірибе алмасып келдің ғой, шетелді көріп келдің. Ол жақта қалай деген сұрақ бізде қызықтырады да, ол жақта туризмге елдің көзқарасы қалай? Ол жерде бізде де көрсететін жерлер көп қой. Оларда қандай көңіл аударылған? Біріншіден, Швейцарияда және де басқа Европа мемлекеттерінде туризм осыдан 100-200 жылдан бері дамып келе жатыр. Ал Қазақстанның туризмі әрине дамуы және де бұған үлкен көңіл бөлінуі өте осы жақында ғана пайда болған нәрсе. Олардың бізден айырмашылығы бірден бір, ол әрине қызмет көрсету сапасы. Оны сервис деп атайды. Оларда сервис өте жоғары дамыған және де оған өте көп көңіл бөлінеді. Бізде ол жағы кішкене әлі қазіргі кезде даму үстінде деуге болады. Және де оларда қонақ үй шаруашылығы өте жақсы дамыған. Қонақ үйлері өте бағалары тиімді және де оқтағы қызмет көрсету де өте жақсы. Мысалға бізде біріншіден қонақ үйлер жетіспейді, екіншіден олардың бағасы тым жоғары. Себебі Қазақстанның жағдайына байланысты ол қонақ үйлердің бағасы кішкене төмендеу болу керек. Бірақ біздің қонақ үйлер бағаны кішкене жоғарылатады. Сол себептен көптеген туристердің жағынан осы неге сіздер қонақ үйлерін сондай қымбат деген бізге сұрақтар қойылады. Солай. Егер баға орнықса, онда біздің туризмімізде бізде де көрсететін дүниелер бар ғой. Біздің шұрайлы мекендер жерлерімізді айтқанда, сіздер сол біздің туған жеріміздегі сондай бір табиғат тамаша, мысалы Көкшетау шарымыз бар, жаңағы жетеді, көл сайымыз бар, айта берсем жетеді. Ана этнотуризм дамыту жағында қандай әлде болса насихат керек деп ойлайсыз? Қазіргі кезде этнотуризм және де экотуризм үлкен сұранысқа ие. Және де орнитологиялық туризмде өте сирек кездесетін түрлердің бірі. Біздің Қазақстанда экотуризмге және де осы этнотуризмге дамытудың бірден бір табыс көзіне айналдыруға болады. Себебі қазіргі кезде шетел туристері олар жаңағы қонақ үй, жаңағы жоғары сапалы қызметтен кішкене жалығынға олар жаңа туризм түрін іздеуде. Ал Қазақстан өзінің орналасқан мекеніне байланысты Орта Азияда және де өзінің тарихына байланысты сол туризм түрін дамытуға мүмкіндіктері бар. Ал енді оларды қалай біз дамытамыз? Бірден бір себеп біз инфраструктурамызды, инфрақұрылымды жоғары сапалыға жөндеуіміз керек. Әсіресе ол мысалға біздің жолдарымыз және де сол керемет жерлерді жетіп алу үшін жақсы жолдар және де транспорт көліктер өте қажет. Сол жағы бізде қазір кішкене ол да даму үстінде деп айта аламын. Егер де ол жоғары сапалы болса, мысалға Европадағы жоғары жүрдек поездар және де тегіс жолдар, жаңағы арзан автобус бағалары және де олар тұрақты жүріп тұратын болса өзінің расписаниясымен, онда өте кішкене жеңілдеу болатын еді. Ал қазір біз кез келген сұранысқа арнайы әрине көлік жалдаймыз, ол көліктің ақшасы болады, жүргізуші, оларды бірге алып жүретін жаңағы гид болады. Соның барлығы қосымша жаңағы қаржыны қажет етеді. Және де ол қаржыны әрине тұтынушы төлейді. Сол себепті оларға кішкене қымбаттау келеді. Сіз шетелде болдыңыз енді. Европаның көзқарасымен Қазақстан қалай көрінеді? Европаның көзқарасымен сіз қарасаңыз Қазақстан. Енді олардың көбісінен сұраған кезде Қазақстанды қазіргі кезде көп адам біліп келе жатыр. Бұрынғымен салыстыратын болса, осыдан бір 5-6 жыл бұрын көбісі Қазақстан қай жерде дейтін болса, қазір көбісі біледі Қазақстан қай жерде орналасқан. Қазақстан олардың көзқарасы бойынша бұл кең дала, шөл дала, мал шаруашылығы қатты дамыған және де туризмнің тек қана жаңағы табиғи немесе этнотуризм қалпында көрінеді. Ал оның сырас бізде қазір сол туризммен бірге іс-сапар туризмі ғана дамып келе жатыр. Іс-сапар енді көп шетелдік адамдары бізге жұмыс бабымен келеді. Солар ол да бір туризм түріне жатады, ол да дамып келе жатыр.
яғни өз демалыс үшін келмейді, өз бір сапармен, бір жұмыс бабымен ғана келеді дейсіз ғой? Иә, көбінесе сапармен, жұмыс бабымен келеді, және де ол келген кезде, әрине ол ақыр келгеннен кейін жаңа жерлерді көргісі келеді. Осы кезде ол экскурсиялар алады, және де ол адамдарға, топтарға, немесе ол адамға біз экскурсия қызмет көрсетеміз. Экскурсиялық аудармашылар, гидтер, экскурсоводтар барлығы шет тілінде сөйлейтіндер. Енді өзіңіз шет тілінде білесіз ғой жақсы? Иә. Ағылшын тілде жақсы сөйлейсіз. Иә. Біздің ол қазақ жұрты осы европалық тіл, яғни ол жақта кеңінен таралған ағылшын тілі ғой. Қалай алып кетеді деп ойлайсыз? Біздің адамдар ма? Біздің адамдар қиын емес па? Жоқ, қуанышқа орай, қазіргі кезде көптеген жастар ағылшын тілін жетік меңгеруде. Ағылшын тілінде сөйлейтін. Туризмге ең қажеттігі ғой. Иә, тіл білу. Тіл білу. Ондай мамандар қазір өте көп, және де бірнеше тілді білетін гидтар да жеткілікті. Қазіргі кезде бізде тілден аса қиындық туындап тұрған жоқ. Сіз қалай үйреніп, дамытып алып кеттіңіз ағылшын? Мен енді кішкентай кезімнен анам осы ағылшын тілін саған үйрену керек деп кішкене баулыды. Сол енді кішкене кезімнен жаймен оқып, өзім алфавиттен бастап, ары қарай жаңа сөздіктерді жаттап, солай үйреніп кеттім. Жақсы. Енді өзіңіз оңтүстік жердің тумасысыз. Ол жақта да керемет бір тамаша табиғи жерлер бар. Әсіресе мінәжат туризм дейді ғой. Жаңағы сондай бір қасиетті жерлерді аралап, мінәжат ету, солар рухтарына бағыштап деген сияқты. Сондай мінәжаттық туризм қалай дамыған оңтүстікте? Қазіргі кезде ол өте жақсы дамыған деп айта аламын. Себебі мынау Арыстанбаб, Ходжа Ахмет Яссауи кесенелеріне барушылардың саны өте көп. Және де астанасындағы ашық археологиялық отырар музейі шетелдіктердің үлкен сұранысына ие. Себебі бұл жерлер өте тарихи туризмге де жатқыза аламыз, археологиялық туризмге де жатқыза аламыз, архитектуралық туризмге де жатқыза аламыз. Осы жерлерді іздеп келетін адамдардың саны өте көп. Ол тек қана жаңағы мінәжат туризм бағытымен ғана емес, көне жерлерді көру, солардың құрылысын зерттеу, сондай ғалымдар да келуде, көптеген тарихшылар да келіп көруде. Сондықтан ол тек қана мінәжат туризмге жатқызу қате болып табылады. Тарихи, археологиялық, архитектуралық деп айта аламыз. Ол жақта сапа өте жақсы, әсіресе бағалар өте төмен. Көп адамдарды ырза қылатын ол жерде жаңағы тамақтану жерлері өте дәмді деп мақтайды туристердің барлығы. Себебі ол жергілікті тұрғылықты адамдардың тамағын дәм татиды. Сондықтан олар әрқашанда шетелдің адамдары қандай дәмді деп айтып жатады. Енді ол шетелдік адамдардың өзіңіз де алып келген шығарсыз, шетелдің адамдардың өзінің Қазақстан жерін аралатқан шығарсыз. Ұлттық тағамдарды дәмін татып көрді ме, кісілер не деді? Ұлттық тағамдарды олар татып көрді, өте дәмді дейді, бірақ көбісі айтатыны кішкене тамақтарымыз ауырлау дейді біздің асқазанымызға. Себебі бізде етті көп жейді, ал көп адамдар мысалға жылқының етін жеуге қорқады, жей алмайды. Олар бата алмайды жеуге, кейбір адамдар. Тек ауыр емес, оларға жылқы, ол қалай сендер жылқыны жейсіздер деп жатады. Ал қалған тамақтарды әрине дәмін татиды, дәмді, бірақ ауыр. Қымызшылықтарымыз бар біздің. Оны да татиды, бірақ ұлттық сусындарымыз. Ауырлау дейді. Рас, Европа өте қатты қызығушылар, әсіресе мені білуім бойынша, жылқының етін қазір көп Европадағы дәрігерлер сүйегі ауыратын адамдарға немесе бір сүйек ауруларына душар болған адамдар міндетті түрде жылқының етін жеуге жаңағы кеңес береді. Жылқының етін олар жылқының етін Франциядан сатып алуға болады, және әрине ондай кезде осы Қазақстанға келіп жейтіндер бар. Арнайы келіп дейсіз ғой. Иә. Ама өзіңіз тау туризміне көзқарасыңыз қалай? Бізде таулы аймақтар көп қой Қазақстанда. Өзіміз Іле Алатауының баурайында тұрмыз. Осы тау туризміне жастардың қызығушылығы қалай деп ойлайсыз? Қызығушылығы артуда. Қазіргі кезде альпинизм, скалолазание деген түрлер өте жаңағы сәнді деуге өте болады, болып келе жатыр. Көптеген адамдар тауға өздері жеке жорықтармен шығады, топ-топ шығады. Немесе жаңа жазғы кезде палатка құрып жататын демалатын түрлер де бар. Онда адамдардың саны өте көп негізінде. Олар жеке өздері осындай өздеріне
жаңағы жорықтар ұйымдастыра шығатындар. Және де әрине біз де ұйымдастырамыз. Ол 2-3 күнге арналған жорықтар осы таулы аймақтарда. Біздің алтынды басып тұрып, алтын қайда деп атқан сияқтымыз біз. Соңғы біздің тамаша жерлеріміз бар, көрікті жерлеріміз, сұлу жерлеріміз, Көкшетауда айтыңыз мысалы. Бірақ соған өзімізге барғаннан да біз Анталия, Малайзияға, Хайнянға аттанып жатамыз. Неге деген сұрақ туындайды да, бізде тамаша жерлеріміз бар ғой. Қазір нағыз демалатын кез. Бізде мысалға Балқашқа бару, немесе Бурабайға барудың бағасы осы тағы да сол бағаға келіп тұрады. Иә, баға Анталияға барған бағамен пара-пар болады. Содан кейін адамда ой туындайды. Егер де мен осы ақшаға Анталияға бара алсам, шамамен бірдей болады. Мен одан Қазақстанда демалғаннан гөрі мен шетелге, сонау Түркияға барып қайтқан артық емес пе деп ойлайды да. Сондықтан олар Түркияға баруды таңдайды. Ал бізде Алакөл бар, Балқаш бар, жаңағы Бурабай бар. Олардың бағасы әрине кішкене қазіргі кезде жоғары, бірақ оны да түсінуге болады, себебі ояққа апарып тасымалдайтын көлік. Одан кейін ол жердегі пансионаттар мен қонақ үйлер, тамақтану, ол да өздерінше бір бағаны қажет етеді. Бірақ өкінішке орай қазір пара-пар болғанда көп адамдар шетелге кетіп қалуда. Швейцарияда болдыңыз, Малайзияда болдыңыз. Мысалы Швейцарияда таулы аймақтар көп қой, сұлу, керемет. Біздің мына Көкшетау, біздің Алатаумен салыстырғанда қандай деп ойлайсыз? Мысалға қыс мезгілін салыстыратын болсақ, ұқсас келеді. Әсіресе тау-шаңғы туризмі, жаңағы сноуборд пен сырғанау түрлері, оның барлығы ұқсас келеді. Бірақ ол жақта, мысалға алақандай кішкентай бір аймақта бірнеше қонақ үй, бірнеше жаңағы канатты жолдар бар. Мысалға бізде осы таулы аймақтан Шымбұлақ пен Табаган болатын болса, және де Ақбұлақ санаторииндағы канатты жолдар болса, оларда өте көп. Және де олардың айырмашылығы тек солардың қонақ үйлерінің санының көбінде, және де адамда үлкен таңдау бар. Бізде кішкене тау-шаңғы туризмінде таңдау кішкене аздау. Ал ол жақта ол көп, сондықтан шетелден келіп бұл жақта демалатындар және шаң өтебетіндер көп келеді ол жақта. Олар Европа аймағында, Швейцарияның өзі Европада қай жер таңдап баруға ықтияры алып тұрады олар Европаның ішінде? Европаның ішінде адамдардың, егер де біз жазғы туризмді алатын болса, ол жаңағы маусымға байланысты. Егер де жаз мезгілінде олар Испанияға барғанды қалайды, және де Азия мемлекеттеріне барғанды қалайды. Ал қысқы кезде әрине ол Швейцария, Австрия мемлекеттерінде жаңағы қысқы туризм түрлері қатты дамығандықтан сол жаққа барады. Ал егер де экскурсиялық турлар болатын болса, ол әрине жалпы Европа бойынша. Бізде қысқы туризмді, жазғы туризмді орында тұр деп ойлайсыз ба? Орнында тұр деп айту қиын, бірақ ол барлығы қазіргі кезде мен бір айтатыным, ол даму үстінде әлі дамуды қажет етеді. Себебі қазіргі туристердің, дүниежүзі туристердің талғамы өте жоғары. Олар көп жерлерді көрді, олар салыстыра алады. Сондықтан олар салыстыра тұрып, Қазақстан біз өзіміздің тарапымыздан жоғарғы сапалы қызмет пен керемет жаңағы қонақ үйлерді, жаңағы сондай экскурсияларды, жорықтарды ойлап табатын болсақ, және де ол сапасы жоғары болатын болса, олар бізді таңдайды. Ал егер де біз дұрыс сапалы көрсете алмасақ, әрине олар көрші мемлекеттерге де кетіп қалуы мүмкін. Енді тағы мына табиғи апаттар болып жатыр, көріп отырсыз. Кеше мысалы Ресейден кеме батып кетіп жатыр ма, біздің аяқ астынан да, Алла тағаланың өзі аяқ астынан, бәрі аяқ астынан болады ғой. Алдыңғы күнді білмейсің не боларын, не қоярын. Мына Медеу шатқалындағы апаттан, өзіңіз білесіз, табиғи апаттан біраз ағашымыз жапырылып қалып, табиғат зардабын қалдырып кетті. Енді осы туризм кішкене ақсап қалады деген ой жоқ па? Енді табиғат апаттарына байланысты жағдайлар бұл дүниежүзінде болады. Оны қанша болжағанмен де бұл жағдайларды біз форс-мажор деп атаймыз. Өкінішке орай табиғи апаттар ол Азия мемлекеттерінде, Европада да су тасқыны сияқты, оның барлығы болып тұрады өкінішке орай. Бірақ
ол зардаптар міндетті түрде туризмге әсер етеді, бірақ ол көбінесе бір уақытылы мерзімде ғана әсер етеді. Сол шама кезінде туристердің саны төмендеп, кейіннен қайтадан ол туристер қайтадан келе бастайды. Бірақ ол қайтадан келе бастау үшін әрине сапаны төмендетпеу керек, жақсы қатты жұмыс істеу керек, әлде де көп жұмыс істеу керек. Өзіміздің көрік жерлерімізді аралап көрдіңіз ба? Мысалы, Көлсайға, Балқашқа, Көкшетауға бардыңыз ба? Әрине. Батыс Қазақстанда, мысалы, Каспий өңірінде Үстірт, ол Батыс Қазақстанда көрікті жерлер өте көп. Шығыс Қазақстандағы Алтай таулары, жаңағы Рахмановский, Ключи, біздің орталық Қазақстандағы әдемі жерлер, Сарыарқа өңірі. Оның барлығы өте керемет жерлер, бірақ туристердің саны ол жақтарға барып жатқандар аса көп деп те айтпаймыз, бірақ бар. Біз енді солардың санын көбейтуге қазір тырысып жатырмыз. Елбасымыздың өзі айтып отыр, туризм саласын дамыту керек, туризм саласына күш салу керек деп. Енді осы бағытта туризм қаладағы, осы Алматы қаласы болсын, республикадағы туризм жайлы, туризм бағытында ашып отқан фирмалардың үлесі қандай? Үлесі қазіргі кезде үлесі өте көп деп те айта аламын. Және де біздің туризм және спорт министрлігінің атсалысу көмегі осы турфирмаларға өте көп. Және де Қазақстан туристік ассоциациясының жұмысы өте үлкен. Олар не істеп жатыр? Біз мемлекет тарапынан халықаралық көрмелерге қатысамыз. Жаңағы бізге мемлекет тарапынан жаңағы жер беріледі көрмеде, стенд, және сол стендте біз қатысып, шетелдің партнерларына, адамдарына өзіміздің жаңағы продукциямызды, өнімдерімізді береміз, және де солармен арғай танысып жұмыс істеуге тырысамыз. Жаңағы бұл Қазақстан беделін көтеруге және Қазақстанды тануға бірден-бір қосатын үлкен үлес. Әрине ол үлкен қаражатты қажет етеді. Мемлекет тарапынан оған ақша бөлінуде, ол рас. Және де біздің Қазақстан туристік ассоциациясында атқарылған іс өте көп. Олар өзінің мүшесі туристік фирмаларға жаңағы мағлұматтар беріп, жаңа өнімдер шығарып, басып шығарып, оларды шетелде таратып, және де үйрету жақтары өте көп, тренингтер жүргізу, сондай қызметтер жақсы жасалынуда қазір. Жұмыстар жүргізіліп жатыр сол бағытта. Турист фирмалар келген туристерді жаңа гид дейді ғой, гидтеріміз білікті де білімді болу керек қой, аралату үшін. Мысалы, тарихи жерлерімізді білу, оның терең тарихын, тамырын жақсы білу керек. Ол жағында қандай көңіл аударылып жатыр деп ойлайсыз? Біздің білімділікке, туризм саласындағы білікті мамандардың гид ретінде аралап көрсету деңгейі. Бізде қазір жыл сайын осы Алматы қаласының әкімшілігі тарапынан болатын жаңағы гид экскурсоводтарды дайындайтын курстар бар. Ол курстарды олар жаңағы гид болғысы келетін адамдар оқып үйренеді, өтеді ол курстардан. Әрмен қарай оларға тәжірибе қажет. Оларға жаңағы әр туристік фирманың мамандары бұрыннан істеп келе жатқан, оларға ақыл кеңес береді, қалай жұмыс істеу керек екенін үйретеді. Және де біз гидтарды таңдаған кезде жаңағы тіл білетін гидтар өзіміз болады. Және тек қана орысша, қазақ тілінде жүргізетін гидтар болады. Олардың барлығын біз жаңағы жұмыс істеу және де экскурсия жүргізу қабілеттеріне байланысты таңдаймыз. Шетелімізді ұлт ретінде Қазақстанды, қазақ халқы мысалы өзінің ұлттық салт дәстүрі, салт санасы арқылы біледі. Осы бағытта қандай жұмыстар жасалып жатыр деп ойлайсыз? Қазіргі кезде біздің осы Алматыдағы туристік біраз компаниялар Қазақ ауыл деген жақсы экскурсия ойлап тапты. Ол экскурсия барысында барып киіз үйлерді көреді, ұлттық тағамымыздан дәм татиды, аттарға отырып серуендейді, жылқыларға, аттарға. Сол себепті олар қазақтың кішкене ұлттық дәстүріне тану, білу, үйрену бағытында ұйымдастырылған экскурсия түрі. Бұл экскурсия үлкен сұранысқа ие болып жатыр. Осы Алматы қаласының тұрғындары артынан тұрғындары да, қонақтары да ол экскурсияны таңдайды. Және де экскурсия барысында жаңа айтып кеткендей киіз үйді, салт дәстүрлеріміздің түрін, жаңағы қалай әшекейлер түрі, соның барлығын танып біледі. Швейцария деп бәріміз сөздің ретінде бәріміз ауыз екі сөзді айтамыз. Қандай Швейцария, ой мынау керемет Швейцария ғой деп.
А неге біз қашан біз ой мынау оқ жетпес бурабай қандай мынау керемет жер деп Европа айтады деген күн болады ма? Оның барлығы еңбекпен келетін нәрсе, және де оған байланысты көптеген бағдарламалар жазылып қойылған. Сол бағдарламалар бойынша жоспарлармен біз уақытында орындайтын болсақ, онда Қазақстан беделі артады деген сенімдемін. Мына жоғарғы білім ордаларында беріліп жатқан білім осы туризм дамытуға өз деңгейінде деп ойлайсыз ба? Жоғары жағында білім енді... Өйткені салыстырмалы тұргенде сіз Европаның білім көріп отырсыз ғой. Мен ойлаймын, біздің жоғары оқу орындарында берілетін білім өте сапалы, өте жақсы. Бірақ олардың айырмашылығы, мысалы, европалық стандарт кішкене бір бөлек, біздегі білім жүйесінің стандарты кішкене бөлек. Сол айырмашылықтары қалай? Айырмашылықтары бізде мысалға оқу орындарында жаңағы ғылыми атағы бар адамдар, мамандар сабақ беретін болса, ал Европада тәжірибесі бар адамдар сабақ береді. Сол айырмашылық бар. Бірақ мен ойлаймын, егер де әрбір жаңағы студент немесе оқушы өзі тағы да қосымша білім алуға құштар болса, өзі тағы да ізденіп, қызығып оқитын болса, онда ол өте білікті және де үлкен сұранысқа ие маман болады деген сенімда. Мысалға, қонақ үй шаруашылығында сабақ беретін адам тек қана ғалым ғана болмай, кішкене қонақ үй шаруашылығында жұмыс істеп көрген адам болса, оның беретін білімі кішкене басқаша болады деп ойлаймын. Өмірлік тәжірибесі бар дейсіз ба? Иә, сол мамандық бойынша және сол сабағы бойынша. Енді айырмашылығы тек сода деп ойлаймын шетелмен. Қазақстанда менің ойымша осы жаңағы айтып кеткенде экологиялық туризм дамуға үлкен мүмкіндіктер бар, болашақта дами алады деген сенімдемін. Орнитологиялық туризм, жаңағы этнотуризм, жаңа ат туризмі, және де тау туризмі осы негізгі жақсы дамитын туризм түрлерін жатқызуға болады. Ал болашақта ол осы егер де осы қарқынмен жұмыс істейтін болсақ, алдағы бір 5 жыл ішінде беделі өседі деген мен сенімдемін. Бұдан да артық. Су туризмі жақсы, және де тағы да бір керемет туризмнің бір түрі, мен айта кететін, өзім қатты қызығатын спелеотуризм. Спелеотуризм ол үңгір туризмі. Спелеотуризммен қызығатын адамдар көп, бірақ біздің Қазақстанда ол әлі мүлдем дамымаған. Бірақ соны біз қазір өзім сол бағытта кішкене ізденіс жолдарын жүргізіп жатырмын. Бізде спелео деген сол үңгір туризмі. Үңгірлер өте көп. Үңгірлер өзі сталактитті және сталагмитті болып бөлінеді. Бізде екі түрлі де осы үңгірлер бар, және де ол үңгірлер әлі көбісі табылмаған, және де көбісі белгісіз, көбісінің атағы шықпаған. Ол бізде батыс Қазақстанда өте көп, оңтүстік Қазақстан, жалпы Қазақстан барлық жерлерінде бар. Сол үңгірлерді, спелеотуризмді дамытсақ, ол бірден бір керемет, бір ерекше, бізді ерекшелендіретін бір туризм саласы болып табылар еді. Спелеотуризм білгеннен бөлек, оған енді арнайы жабдықталған мамандар керек. Себебі ол спелеотуризмді жай ғана міне үңгір, міне осы жаққа әкеле саламыз деген болмайды ғой. Біріншіден оны арнайы мамандар түсіп зерттеп, оның қауіпсіздігін көру керек. Ол туралы мағлұматтар, тереңдігін, ұзындығын, биіктігін бәрін жаңа өлшеу керек. Ол үшін оның ішіне түсу керек үңгірге. Ол кішкене қауіпті де болып келеді бастапқы кезде. Сондықтан оның бәрін зерттегеннен кейін барып, ол жаққа ол үңгірлерді жабдықтау керек. Ол жабдықтар әрине қаражатты қажет етеді, және де арнайы біліктілікті қажет етеді. Себебі ол жаққа тек қана жаңағы лампочкаларды бүйтіп қойып қоймайсың. Оны арнайы алып жүретін жаңағы жол, соған байланысты оны жақсы сапалы түрде жабдықтап, жаңағы жарық беру керек. Жаңағы оның жаңағы сталактиттер мен сталагмиттерінен кішкене қорғаншалар орнату керек. Оның барлығы үлкен жұмыс, және де оған енді арнайы білікті мамандар керек, ол рас. Ол енді спелеотуризм мамандары бізде тіпті аз, санаулы ғана деп те айта аламын. Сол себепті осы туризмнің түрі әлі де біраз ізденіп, зерттеп болғандықтан барып қолға алу керек. Оны жалпы қазір бастап кету мүмкін емес. Дәріс ретінде, сабақ ретінде кіріп жатыр ма бұл? Жоқ, әлі кіріп жатқан жоқ. Мамандар жоқ қой? Мамандар жоқ. Ол мамандар болғанда, оған бізге
арнайы кішкене тәжірибесі бар. Осы үңгірлермен айналысатын мамандарды тартсақ шетелден, ол біздің адамдарға кішкене үйретсе, ары қарай біздің адамдар да тез алып кетер еді. Немесе біздің жаңағы соны үйренгісі келген адамдар тәжірибе жинау үшін шетелге барып келсе, сол мамандарға жақсы болар еді. Енді сіздің өзіңіз болашақтағы арман мақсатыңыз қалай осы? Ол Қазақстан Орта Азиядағы туризмі аса дамыған мемлекеттердің қатарына кірсе деп армандаймын. Және де біздің жыл сайын келетін туристердің саны өссе деп ойлаймын. Және де Қазақстанның қызмет көрсету беделі және Қазақстан туралы аты дүние жүзіне жайылып, көптеген жаңа адамдар, жаңа туристер қызығып осы Қазақстанға келсе деп, көбірек келсе деп армандаймын. Бұл әрине Қазақстан туризмінің жарқын жолын армандайтын нағыз патриот жас маманның пікірі. Бүгінгі сұхбаттан өрелі ойлар көп айтылды. Ел туризміне жанашыр жас маманның тебірен айтқан ойларына құлақ асып, қорытынды жасау өз ықтиярларыңызда деп білеміз.